Ya Bismillahirrahmanirrahim. Gelinim balam baktılı olsun. Her vakta maksatlarına jete versin. Niyetlese tilegine jete versin. Baktılı olsun. Ülkerge bu şöyle götürmeyin. Olsun ki kokusam o des valla şarası olsun. Dur. Niye? Kut bilek herkesin diyeni sağ olsun. Sırtlaşırız. Kunalarımızı karşılayın. Kıymetli ağaylar. Hey! Kunalarımızı karşılayın. Alkamdaki kudalar, şartlı koymak geliniz. Çok olsun bugün, şıkkın büyük törünüz. Akkalagan yıl çurtun, atalarını görünüz. Bakın tünem şahslarına, akbadanı veriniz. Tüp solusu kalem, çasamızları kudalar. Duyup bağır kanı ki, azanızlar kudalar. Toylaslarım koy, aytınızlar kudalar. Şaman duyup anladım, aytınızlar kudalar. Mayda koydum, hadi kıralım. Şu diye sonuna yola. Yapmalar da bir yere kalırdı. Koyabilirsin travesi. Çık kıralım. Ya. Aman basın. Nasıl koyar kız bir şey var? Oraya mı çıkmaz ya? Oraya bakın. Güzel mi? Siz rahana gidiyorsunuz. Orada da otursak. Koyuşlatsanızlar edi. Sıkkan. İşe girmişler edi. Koyuşlatsanızlar edi. Çoğaşımda, çoğalatımızda. Çoğaşımda. Doğru, bir yaktan alıverin de ala erkeklerimiz gene de bir yaktan çıktık. Kelimiz de. Allah aman bizi bakarsın, jastlar baktı basın. Сезім гүлемес бақшадағы біз ұрлайтын деп жастар бірін-бірі қалаған екен сіздермен біздер солардың қуанышына ортақтасып жүретін дәнекер 1000 жылдық мәңгілік құдамыз міне. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп бір қошеметтеп қол соғып ал қош келіпсіздер міне бата болды құдамыздан бата болды дәмге қараңыздар дастархан қараңыздар нанға қараңыздар мына шайды неғып құймайсыздар ма Şahidi. Bakıydı, zaman şoklanmayayım, o yüzden Сәлемдеме беріп жіберді ма дейтін еді ғой, сонда бір нәрсе қылатын едік қой. Сәлемдемесін айтып қойыңыздар, сәлем айтып жатыр ма, соны айтсаңыздар сіздерден біз жағдайларыңызды сұрап не қылып жатырмық қой. Сәлем айтып жатыр ма, бәрін тек заман болсын. Үйлі басқанын доқта деп атады ғой, сіз қайдағы, біз қайдағы міне, жастар бірін-бірі қалап, бүгінгі таңда міне бір отаутық келіп отқан жағдайымыз бар. Мына төрге шығып, мына құдаларымыз, құдағиларымыз келіп отыр. Бүгінгі қуанышта, бүгін мына үлкен біздің мына өз елімізді таныстырып өтетін болсақ, мына Мақтарал деп атсақ, мына Мақтарал ауданы бұрында Мақтарал ек, біз енді мына Жетісайды қосып алып, 3 районды Мақтарал қылып жердік. Киевті де, Жетісайды да бәрін қосып Мақтарал деп атсақ, мына табысты елді мекеніне қош келіпсіздер. Бұрынғы атау мына Сатқұрлыс дейді мына табысты Оразкелдің ішіндегі мына Бәтки ата балдары мына. Мына осы ауылдың өзі мына Оразкелді ел деп атады, Бәтки деп атсақ мына қазір осыдан бір 5-6 жыл алдын бір 580 еді, қазір 780 ма болып кетті мына. Дәмге қараңыздар, мен сөйлей беремін. Ал енді мына көзге көз түссе, мейірім түседі, мына қай кісет, мына күмет дегеннен гөрі танысып, білісіп, жөн сұрасып отқанды, жөн көріп отқан жағдайымыз бар. Құдашалар, құдағилар, құдалар, сіздерді мына келесіп алқымнан амайық. Сіздер дәмге қараңыздар, мына ер жігіттің өз жұрты болады, өз жұрты, нағаш жұрты, қайын жұрты болатын болса, біз өз жұртымызды бір жақсылап таныстырып, табыстырып өтсек деп жатырмыз. Жаңа мына елдестірмек елшіден деп сіздерге мына елші болып барған осында мына Нұрлан ағамыз бір жақсы ағайындарды осы өз жұртын мына
жақсылап таныстырып өтсе дейміз. Қол соғып қошемет сіз енді бізден алдын танысқасы қой деп жатырмын. Қош келіпсіздер. Мына жаңағыдай Оразгелді Бәтке еліміз, соның ішінде мына Нұрлан Қалдан, бұның өзі Нұрланның бір екі аты бар, екінші Қаланбай. Қаланбай Қалданов деген жігіттің үйіне келіп отырсыздар. Ол Нұрланның бір ұл бір қызы бар. Қызы енді тұрмысқа шығып, өзімен отандас болып кетті. Отан болып кетті. Ұлы сіздерге құда қаласа күйеу болып отыр. Қаланбайдың өзі 9 ағайынды. 9 ау? 2 ұл, 7 қыз. Мына ұлдың үлкені Тұрлыбай деген ағамыз мына Ленинскіде, жаңа Қазығұрт ауданында. Енді бүгін аяқ асты болып қалды, ертең құдалықта көре бересіздер. Қыздары осында, бірталайы осында тұр. Мына үлкен әпшесі, мына Райхан деген әпшеміз Шардарада тұрады. Жаңағы Сәліп деген жездеміз бар, ол кісі бұл жерге сыймайды енді ол. Содан кейін келмеген шығар. Содан кейін Ақсұлу деген әпшеміз 65 жылға Қаланбаймен тетелес әпшесі. Ақсұлу Байлар жандарға шыққан мына Ақсұлудың күйеуі Ғазиз деген Байлар жандарға шыққан. Жалпы қыздар туралы айтып жатырмын. Ал енді мына Қаланбайдың әкесі өзі 4 ағайынды. Үлкені Қожақұл, одан кейін Қаланбайдың әкесі Қожамқұл, одан кейін Қожабек, одан кейін Орынбасар дегені бар. Енді мына оның бәрін таныстыра берсек таң атады. Мына шетінен бастай берейін. Қаланбайдың қайненесі, бұл кісі, құдағиларымыздың шешесі, біздің құдағиымыз Атыңызды айтсаңызшы. Фатима. Одан кейін нағашы, Қаланбайдың нағашысы. Жаңағы жеңшеміз, Мейрамкүл деген жеңшеміз бар еді, ол кісі өтіп кетті енді. Сол кісінің келіні. Атыңыз? Нағашы. Бұл кісінің баласы, мен сізге сәл түсіндіріп жіберейін. Ана отырған Арыстан. Арыстанды танимыз ғой. Арыстан деген мына нағашы нелері? Нұрланның нағашы. Иә, кімнің? Қаланбайдың нағашысы. Нұрлан дейміз ғой. Нұрлан дейміз. Мына кісі де нағашы. Иә, мен де нағашымын. Атым Күләнда. Одан кейінгі Айымқыз деген біздің әпшеміз, жаңағы айттым ғой, ең үлкендері... Бір минут. Ағайын келініміз, мына Бейсенкүл. Көбекке кеп отқан. Нағашы жаққа жатады ғой. Одан кейін жаңағы айттым ғой, 4 ағайында соның үлкені Қожақұл деп. Сол Қожақұлдың үлкен қызы мына Айымқыз, әпшеміз. Одан кейін Райхан таныстырдым ау деймін. Сонан соң жаңағы 4-ші ең кішкентай Орынбасардың үйіндегі келіншегі, мына сұлу келіншек Хатира. Ар жағындағы мына Қожақұл атамыздың үлкен келіні Зүлфия. Одан кейін мына Құттықыз деген жаңағы бұл да Қожақұл атамның өзі таныстырам шешемді. 16 туған. Соның бәрін таныстыра берсін, тілімді нағып кетеді. Құттықыз соның несі. Мектептің главврачы. Содан кейін мына Лейла деген жешеміз. Бұл Қаланбайдың ауылға түскен Қаланбайдың мына енесінің сіңлісі Лейла жешеміз. Жолды үлкен бұл үйге. Бізге енді жалпы көшемізге жеңгемізді дей береміз, негізі осы Нұрланның үйінде жазып атсың. Одан кейінгі мына көшемізде үлкен аналарымыздың бірі мына қонысымыз. Жаңағы Мейрам жешеммен Қожақұл көкемнің құрдастарының бірі Пиязгүл деген жешеміз, Қаракөсенің қызы.
Сонан соң мына жаңағыдай ең үлкен айттым ғой Қожақұл атамыз. 16 перзент тапқан мына үлкен анамыз Тоты ата. Жаңағыдай қай бір жылы 13 перзенттен асқан перзент тауған адамға гауһар алқа береміз деген бір заман шыққан. Сонда осы бүкіл бірлік ауыл әкімшілігінде 2 адам ілінген екен, соның бірі мына Тот шешеміз. Қане енді? Оның берік әкесі бәрі талап кетіп қалады ғой. Мына осындағы еттен сүйекте тырнақпен еттей дей ма? Ең жақын ағайындары мына Айтөре деген жігіт. Ильичте тұрады. Қаланың жігіті. Содан кейін ондай спортивк мына отыра береді. Байлар білдіргісі келмейді. Одан кейін мына Мұхтар деген. Осы Арық көшенің биі. Осы Тот шешемнің 15 баласының біреуі де біреуі 8-ші ме 9-ші ме қай бір жылы анау бір қиналып қалған бір көпір бар екен. Содан бірінші сен өттедің де енді сен ағайын көпсіңдер ғой. Олай көпсің. Сол көптің бірі біздің Мұхтар деген би. Және Құттығыз главврачтың күйеуі. Одан кейін мына Тәшен деген Пер жеңшеміздің апамыздың баласы мына көрші. Ағайын жақсы. Жақын енді бүйірді бөтен ешкім жоқ. Амангелді деген жігіт. Мына үй қоңсы ағайын. Содан кейін мына Ғалымжан деген жігіт. Азыр Жетісайда поштаның бастығы. Жап-жас болса да. кемпірдің немересі. Кемпірдің немересі. Мына күйеу балдарымыз азыр бәрі Жетісайда бірге жас балдар бірге істеп жатыр. Мына біреуім ол. Бұл ансамбльдегі мына Ержанның есімі. Мына Ержан деген жігіт. Ағайынымыз. Мына көрші Алғай ауылда тұрады. Бізде өзілен жол қолғозы 3 ауылға бөліп, біреу Божбан ауыл, біреу Алғай ауыл, біреу Бәткей ауыл дейді. Ағайынымыз сол. Жаңағы Ержан деген жігіт. Бүгінгі сіздердің жаңа барлық нелеріңізді көтеретін осы жігіт. Бұл кісі алғаймасын ба? Қызмет қылатын. Оразгелді. Алғай ауылда тұрады, жаңасы барып бағанда байқамайды. Жоқ, біреу жіберіп қойғанбыз ғой сояққа. Менің есімім Нұрлан. Ағайыммын. Мына тұспа-тұс тұрамыз. Бұл құдаларыңыздың есімі де Нұрлан. Менің есімім де Нұрлан. Бұның әйелінің есімі де Жаңас, менікі де сондай. Екеуміз құрдаспыз. Бұныңғы жаңыл башта? Оныңки жаңылс, менікі жаңылай. Әйтеуір жаңылсып кетсін деген сөзден шыққан бар еді. Көректі о кісілер кәдіміз баяндардан. Шағырсын Нұрекеңмен, жаңыл сен жем шағырсын? Әлі қамыр жайып жатыр да оларына жаңағы. Құдалар келеді де бір етке. Біреу қыз көретін бопты да бір әрмерден кеп. Сөйтсе, анау қыз көрсетуге ет бар. Ана бөлмеде қызым отырып барып көр депті да. Бүйтіп барса кішкентай бөлмегенде. Сөйерде ана қыз қамыр илеп отыр екен да анау. Бүйтіп қалып, анау ары қарай баса алмайды. Бүйтіп қарап қалса анау қыз да бүйтіп қарап қалып. Сөйтіп не дерін білмей қалыпты да. Сөйтіп, қыз осыңды бетіңе шашып жүрейін бе депті да анау сөз айтам маған соң. Мына құдаңыз Бауыздауский. Бауыздау деген сөздің өзі құдасы келгенде жалғыз атын бауыздап беретін құдан айтады. Балауыздай, бәлес балауыздай ме? Бауыздау. Мына Нұрлан деген бауыздау. Мына құдағиларыңыз Жаңылыс ата. Екеуді 66 жылға. Жас әлі. Жаңдегі келіннің қолына қарап қалатын да жағдайлары жоқ өздері. Жаңдегі неғып тұрған, қынжылдап тұрған екеуі. Мен болдым ау деймін Ержан. Бір чабалап ұру керек өші. Мына құрметті қонақтар, құрметті құдалар, енді көрген бір жиек көрген таныс деп атады ғой. Міне жаңа айтып жатырық қой, 780 үй Бәткей болатын болса, міне осы ауылда оның бәрін таныстыра беретін болсақ, ертең таңда күн деп атып кетеді.
Енді мына точный мына үлкен Ақжаулықта аналарымызда, мына осындағы мына үлкен ағаларымызды, ел ағаларын таныстырып жатырмыз. Ал енді Құда қаласа мына құдалықтың барысында әлі 1000 жылдық құда болып жатырмыз, мәңгілік құда болып жатырмыз. Сол кезде танысамыз, енді ат тізгінін бір қол соғып, құдалардан бір таныстық болса деп жатырмыз. Құрметті құдалар, қуаныштарыңыз құттықтау болсын да қаласа. Рахмет. Жалпы қыз кетсе ренжіп, келін алса қуанып қалатын қазақпыз ғой. Иә. Жалпы таныстырып өтсем, мына Жайдақ деген ұлы жүздің бір атасы құда болып жатқан жерде, жаңа құдаларымыз. Жалпы бізден жаңа генерал жеңгеміз бар. Сол кісі айтқаннан кейін бәріміз сол атарылып келе бердік. Негізі жастар келе көріп еді. Мына біреулер қаяқтан келіп қалды демеңіздер. Жалпы, мына жігіт бұл жаңағы жеңгем айтқаннан кейін ол қыз менің қызым, балаға қыз жоқ әзір деп, жаңағы құдаларымыздан. Бізді жіберіп жатыр еді. Мен мына жігіт атасы болады ғой. Атасы қылып келе бердім болған ғой. Жеңгеміздің қайнысы, жеңгеміздің да. Генерал жеңгенің қайнысы. Үлкен әжесі бар ғой жаңа, келіндеріміздің. Соның қызы да ол кісі. Үлкен қызы жаңа әжесі. Ата мен әженің қызы да болатын, сондай ғой қазақта дәстүр бар. Болды. Дұрыс. Тұрғанбек деген жігіт. Ағасы деп жаза береді енді. Мен айтып көрмесін. Мына жігіт, мына қыз құдашаларыңыз. Құдаларыңыздың қарындасы. Айсұлу. Үлкен құдашаларыңыз. Одан кейін бұл кісінің өз негізі жалпы 3 шалдан тараған құдаларыңыз. Сол 3 шалдың, 1 шалының келіні, үлкен келіні Ақжарқын деген құдағиларыңыз. Одан кейін отырған нағашысы құдағиларыңыздың келіні. Нағашы құдағи. Нағашы келін. Одан кейінгі Есімі? Айкүміс. Одан кейінгі құдашаларыңыз. Бұл енді настоящий жары. Осы оригиналы. Жары. Есімі? Нұржамал. Ал менің есімім Сұлтан болады. Сұлтан. Мен сол әулетке күйеуімін. Оны түрге жазмайды. Бажа тапқан қуанып жатқан жағдай. Мен бұла Ғанибаратта отырамын. Оймау тұрмын мен. Оймау. Жаныстың баласымыз ғой өзі. Жаныстың 5 баласы var, соның 1 баласы оймау. Мына жігіт Ердәуіптің құлағында деген ағасы есімің? Ерсұлтан деген жігіт. Осының арқасында ұзақ жерді жақынып келіп жатқан жағдай. Жалпы құттықтау берсін. Жалпы мына Оразгелдиенің қуанып жатқан жағдайы бар. Жаңа өзіңіз айтып қалдық қой, қыз кетіп қалса сен мұңайып қаласың, келін алсаң қуанып қаласың дейді. Бұл енді табиғаттың заңдылығы. Құда қаласа мына сіздерде қыз бар екен, біздерде ұл бар екен. Біздің мына Оразгелдиенің қуантып жатқан мынау сіздердің қыздарыңыздың арқасы. Құда қаласа мына дәмге қарап дәмнен алып отырыңыздар, мына танысып, білісіп, жөн сұрасып жатқан жағдайымызда Сұлтеке, бұл енді мынау өлгенде майдалар келетін қуғыншыға деген нәрсе емес. Бұл енді мынау әркім өзінің жолы. Бұл енді мына келініміз ата мен әженің қолында өскеннен кейін біздің құда мен құдағиға бала қайда, өздері бала деп бар. Біз енді сұрасып жатырмыз. Құда қай жыл келген, құдағи қай жыл келген деп та. Мынау енді ата мен әженікі болғаннан кейін бұл кісі енді ағасы болып келіп жатыр да, атасы емес ағасы болып келіп жатыр. Енді мынау жөн жөнсіп дұрыс қой енді мынау. Өз орнымен жібереді. Бұл енді мынау үлкендер келіп деп, мынау күн оттай бергенмен көңіл жас деген жағдай бар Сұлтан. Бәріміздің көңіліміз жас енді ол. Бұл әңгіме ол емес бірақ. Ал дәмге қарап дәмнен алыңыздар, қызметтегі жігіттер Сұлтанға рұқсат болатын болса,
біздер мынау генерал су, минерал судан жайлап қоя берейік енді. Оны беріңсі бұздырамыз ғой. Сұлтан құдамыз жаңа мына маған бір бажа қосылып жатыр деп қуанып таныстырып жатыр. Рахмет жинау Сұлтанға. Құда қаласа бүгінгі таңда, бүгінгі қуанышта мына жастар деп атқан болатын болсақ, мына апалар бір жақсы